Центральный Казахстан – особый в археологическом отношении регион республики. Исследования его древних памятников играют важную роль в археологии Казахстана и степной Евразии. Города и оседлые поселения существовали как и в Южном Казахстане, на берегах Сырдарьи, в предгорьях Каратау, Таласской долине и Семиречье, так и в Центральном Казахстане. Археологические исследования показали, что степные районы были населены не только номадами. Повсюду в удобных для земледелия местах, в предгорьях Улытау в период Средневековья возникали и развивались оазисы земледельческой и городской жизни. Еще раньше, в эпоху бронзы, в Сары-Арке разрабатывались месторождения меди, олова, свинца, серебра. А в более позднее время здесь выросли поселки рудокопов, плавильщиков металла, медников. Богатые сырьевыми ресурсами, скотом, шерстью, кожами, металлом районы Центрального Казахстана вовлекались в систему торговых связей, в том числе и систему шелкового пути многими караванными дорогами. Городище Нугербек-Дараса находится в урочище Нугербек у одноименной реки. Полевые археологические работы проводились в 16-17 годах Институтом археологии имени Маргулана. И в 2018 году продолжили исследование Казахский научно-исследовательский институт культуры. Заложено было 100 квадратных метров на юге цитадели. Здесь было зафиксировано большое количество керамики средневековой, очень большое количество костей животных. По зафиксированным находкам городище датируется 8-12 веками. Работы проводятся очень сложно, потому что в основном на городище фиксируются поздние захоронения этнографического времени. Это затрудняет работу археологами. В 2018 году была зафиксирована конструкция стен помещений цитадели. Основание стен выложены каменной кладкой. Сверху стена заливалась глиняным раствором. Это входная часть в помещение цитадели. Дешті Қыпшақ даласында орналасқан орта ғасырлық қалаларды ғалымдар үш кезеңге бөліп қарастырады. Бірінші кезең ерте Қыпшақтардың дәуірі, яғни 6-9 ғасыр аралығы. Екінші кезең Моңғол дәуіріне дейінгі уақыт 10-12 ғасыр, және де үшінші кезең Моңғол империясының дәуірі 13-15 ғасыр аралығы. Жалпы ең алғаш орталық Қазақстанда орналасқан осы орта ғасырлық қалалар жайлы Әл-Идриси мен Махмуд Қашқаридің еңбектерінде жазылған. Сонымен бірге Плано Карпини, Рубрук секілді ғалым саяхатшылардың пікірінше осы орталық Қазақстандағы орта ғасырлық қалалар моңғол шапқыншылығы кезінде толықтай қиратылған. Және де тарихи жазба деректерде осы 14-15 ғасырларда осы аймақта орналасқан қалалардың гүлденген шағы болып есептелінеді. Негізінен алғанда қазіргі таңда орталық Қазақстан территориясында орналасқан көптеген орта ғасырлық қалалар бар. Олар Нугербек дарасы, Айбас дарасы, Домбағұл, Топырақ қорған, Алашахан, Сарайлы және тағы басқа қалалар. Осы қалалар Ұлытау мен Арғанаты тауларының етегінде, яғни шатқалында орналасқан. Сонымен қатар Жезқазған мен Ұлытау территориясында орналасқан қалалардың барлығында, орта ғасырлық қалалардың барлығында отырықшы мәдениеттің болғаны дәлелденді. Қала құрылыстары тастан, саз кірпіштен және де топырақтан қаланғаны анықталды.
Интересные данные о населенных пунктах западного и центрального Казахстана содержатся в каталонской карте мира, в карте братьев Пиццигани и Фра Маура. Эти карты были составлены как дорожники для итальянских купцов, осуществляющих торговлю с Дешт-Кипчаком, Средней Азией и Восточным Туркестаном. На карты нанесены кишлаки, поселения и города, существовавшие в XIII-XIV веках на реке Яик, в Северном Прикаспии, на Сырдарье, в Центральном Казахстане и Семиречье. Многие поселения, отмеченные на средневековых итальянских картах, уже не существуют. Их уничтожили эрозии, дожди и ветры. Совершенно исчезли постройки из камыша, дерева и тальника. Ең алғаш осы Нөгербек дарасы қалашығын 1941 жылы Чудин атты геолог жоспарға түсірген болса, сәл кейінірек академик Әлкей Хақанұлы Марғұлан Орталық Қазақстан кешенді археологиялық экспедициясының аясында зерттеу жұмыстарын жүргізген. Негізінен Нөгербек дарасы қалашығының құрылысы өте күрделі, себебі қалашықтың айналасында ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге кедергі келетін келесі фактор ол қалашықтың айналасында қазақи қорымдардың көптігі қазіргі таңда үлкен бір мәселе болып тұр. На протяжении многих веков в Сары-Арке существовал могущественный этнос кипчаков, дольше других этносов, остававшийся в стороне от влияния ислама. Культурное наследие кипчаков-половцев сохранилось до наших дней в виде остатков городских поселений со следами орошаемого земледелия и большого числа архитектурных памятников. Поселения отражают быт и хозяйство степняков в период развития торговли в Дешт и Кипчаке, достигшие своего расцвета в XIII-XIV веках. Сонымен қатар 2018 жылғы зерттеу жұмыстарының нәтижесінде бірнеше қыш ыдыстардың қалдықтары алынды. Қыш ыдыстардың пішіні дөңгелек, қолмен жабыстырып істелген, жартылай күйдірілгендер де кездеседі. Бірнешеуінде оюлары бар, түстері ашық қоңыр, қара қоңыр, кейбіреулері қара түсті болып келеді. Осы қыш ыдыстар Сырдарияның төменгі ағысында орналасқан Асанас және де Кескен Күйек, Жанкент секілді қалалардың қыш ыдыстарына өте ұқсас болғандығы қазіргі таңда дәлелденді. Қыш ыдыстардың хронологиясына тоқтайтын болсақ, ерте орта ғасырлық Жанкент қалашығынан табылған қыш ыдыстармен, яғни 9-12 ғасырмен мерзімделгені де дәлелденді. Сонымен қатар осы 2018 жылғы зерттеу барысында 650-ге жуық сүтқоректілердің сүйегі алынды. Олардың ішінде 96% сүйектердің 96% үй жануарларына тиесілі екендігі анықталды. 65% ірі қараның сүйегі болса, 35% ұсақ малдың сүйегі анықталды. Қазіргі таңда зерттеу жұмыстары әлі де жалғасын табуда. Таким образом, многочисленные источники и археологические раскопки свидетельствуют о наличии на территории Центрального Казахстана большого количества поселений и городов, возникших благодаря хорошо организованному хозяйственному укладу, высокой культуре скотоводства и развитого земледелия. Все это позволило кочевым племенам перейти на оседлый и полуоседлый образ жизни, создать своеобразную культуру и оставить незабываемый след в нашей истории.